Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жеңіл болатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ең бірінші пюремізді жасайтын боламыз. Сол үшін картоптарымызды ашып, осылай турап, суға салып қайнатып аламыз. Міне қайнап шыққан кезде осылай бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Көбіктерін алып болған соң осылай бір ас қасықта тұз салып араластырып жібереміз. Бұл піскенше дәмі кіріп әдемі болып шығады. Табаға майымызды құйып, майымыз қатты қызып кетпей, осылай үстін жуылған таза күрішімізді салып, үстінен осылай тұзымызды салып жіберіп, осылай араластырып жібереміз. Және кішкене ғана қуырып, жақсылап араластырып, үстінен бір стақан суымызды құйып бір қайнатып аламыз. Міне суымызды құйдық. Кішкене қайнағанша күтеміз. Суы қайнап тартылған соң осылай жай отта демдеп қоятын боламыз. Келесі кезек бізде подливасын дайындаймыз. Подливасы үшін бір пияз бен бір сабыз жетеді. Және де осы пияз бен сабызымызды осылай теркадан өткіземіз. Не өткізіп дайындап алдық. Майымыздың үстінен осылай салып 2-3 минуттай қуырып аламыз. Кішкене тұз саламыз. Екі ас қасық томат саламыз. Және де 3 ас қасықта ұн салатын боламыз. Осылай себелеп бір қасықтан саламыз. Және салған соң сразу осылай араластырып тұрамыз. Не бір стакан суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Қалауыңыз бойынша бұл жерде мен кинза мен зіренің ұнтақталған түрінен қосып жатырмын. Ол ерекше дәм береді. Сіздер де қоссаңыздар болады. Міне 30 минутқа жай отта қайнататын боламыз. Келесі кезекте піскен картоптарымызды алып пюре жасайтын боламыз. Бұл жерде 2 бөлікке бөліп жатырмын. Кішкентай бөлігін мен басқа нәрсе жасайын деп жатырмын. Видеоның алдыңғы уақыттарында көретін боласыздар. Пюреміздің үстіне осылай кез келген сливочный маслодан салып қосып жіберсеңіздер өте дәмі ерекше әдемі болып шығатын болады. Қалауыңыз бойынша тағы да кішкене тұз салып жіберсеңіздер де болады. Жақсылап езіп, майын ерітіп, әдемілеп тұрып пюре жасайтын боламыз. Пюреміз дайын. Екінші пюремізді де осылай езіп дайындап қоямыз. Суыған соң әдемі болып езілмей қалады. Сол себепті алдын ала осылай езіп дайындап қоямын.
Бұл жерде мен сыр қосып жатырмын. Осылай кез келген сырды немесе осындай голландский сырдан қосып жіберсеңіздер әдемі болып шығады. Сырымыздың барлығын осылай теркадан өткізіп жібереміз. 300-400 граммда алсаңыздар жеткілікті. Бұл жерде менде үйде осылай қолданыста тұрған сыр болғандықтан барлығын бірдей өткізіп жібердім. Және осылай кордонымыздың үстінен, жаңа пюреміздің үстінен осылай саламыз. Аздап осылай ұн саламыз. Ұнды осылай аз-аздан салып отырыңыздар. Өйткені бірден салсаңыздар, ұны көбейіп кетуі мүмкін. Бұл жерде менде 8 ас қасықта ұн кетті. Пюреміз бен сырымызды барын арастырып, осылай кішкене домалақтап жібереміз. Және бір ыдысқа майымызды құйып қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майымызға осылай салып, екі жанын барлық жандарын осылай айналдыра отырып пісіріп алатын боламыз. Қызарғанша қуырамыз. Қатты отта пісіріп қоймаңыздар, орташа отта пісіреміз. Қатты отта қойып қойсаңыздар, тек сырты ғана пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Сол себепті орта отта осылай айналдыра отырып қуыратын боламыз. Міне осымен дайын. Қалауларыңыз бойынша дастарханға тартсаңыздар болады. Міне ішіндегі сыры созылып әдемі болып тұр. Барлық піскен осы заттарымыздың барлығын енді осылай тарелкаларымызға сәндеп шығатын боламыз. Әрине қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Пилаймызға күрішті салар алдын кішкене су құйып бір шайып жібереміз. Сол кезде күрішіміздің барлығы осылай әдемі болып түсетін болады. Қалауларыңыз бойынша кетчуп майонез қолдансаңыздар болады. Ерекше әдемі дәм береді бұл. Ең соңында подливасын құятын боламыз.
міне осымен біздің ерекше тағамымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.